Музарт елдің сүйікті тобы. Мейрамбек, Сәкен, Мақсат үш түрлі мінез, үш түрлі болмыс. Жылдар бойы халықтың жүрегінен орын алған. Бірақ бір жылдары ел арасына түрлі әңгіме тарай бастайды. Топ ішінде дау бар. Мейрамбек кетпекші екен. Сахна сыртында сөзге келіп қалыпты. Бұл рас па? Басталуы. Оқиға 2016 жылдың бір концертінен кейін басталады. Арена толы. Қол шапалақ, гүл, қошемет. Бірақ сахна сыртында үш әртіс бір-бірімен сөйлеспей, үнсіз кетіп барады. Журналистер аң-таң. Сахнада бірге күліп, сыр-сыртында салқын көзқарас. Не болды? Кейін сахнаға қатысты бір журналист жазба қалдырады. Кешкі концертте Мейрамбек екінші әннен кейін сахнадан ерте кетті. Мақсат пен Сәкен жалғыз аяқтады. Бұл жазбадан соң көрермендер шулады. Бәрі жақсы еді ғой, не боп қалды? Мейрамбек шынымен ренжіген бе? Әлде ішкі тартыс бар ма? Келіспеушіліктің тамыры. Бәрі тым қарапайым нәрседен басталған. Жаңа альбом. Әндер таңдалды. Бірақ топ ішінде дау туды. Қандай бағытта болу керек? Эстрада ма, фольклор ма? Кімнің дауысы басты рөлде? Мақсат заманауи стильді ұнатты. Сәкен ұлттық бағытты. Ал Мейрамбек екеуінің ортасында қалып үнсіз тыңдады. Кейін студияда ән жазу кезінде Мейрамбектің бір әнін Мақсат мүлде алып тастау керек деген ұсыныс айтты. Бұл ән тым баяу. Топқа сай емес. Бірақ бұл әннің жүрегі бар деді Сәкен. Біз заманауи болуымыз керек деді Мақсат. Мейрамбек үнсіз жымиып. Жарайды, мен болмасам да топ жүре береді. Үнсіздік кезеңі. Сол күннен бастап үштіктің арасында салқындық басталды. Халыққа сезілмегенімен сахна сыртында бірімен-бірі сөйлеспейтін жағдайға жетті. Сұхбаттарда: Мейрамбекпен араларыңыз қалай? Жақсы, жай шаршап жүрміз. Келесі концертте бірге боласыздар ма? Бұйырса. Бірақ шындық сахна сыртындағы ұзақ үнсіздік еді. Халықтың қысымы. Әлеуметтік желіде шу көбейді. Мейрамбек кетіп жатыр, Музарт тарап кетек деген қауесет күннен күнге таралды. Кей концерттерде Мейрамбек мүлде шықпай қалады. Оның орнына басқа әнші ән шырқайды. Көрермен наразылық білдіреді. Музарт емес бұл. Топ мүшелері жеке ән жаздыра бастады. Әрқайсысы жеке бағытқа кетті. Бірақ ешкім ресми түрде топ тарат деп айтпады. Бетпе-бет әңгіме. Бір күні продюсер оларды бір үстел басына жинады. Халық сендерді бөліп жатыр. Әрқайсысың жеке дара мықтысыңдар. Бірақ бірге болғанда сендер құбылыссыңдар. Сол сәтте үнсіз отырған Мейрамбек: Мен ешқашан сендерге ренжіген емеспін. Тек өнерді де, адамдарды да кейде үнсіз түсіну керек. Сәкен: Мен сені ұқпадым. Кешір, бәлкім, біз көп жағдайда саған сүйеніп үйреніп қалған шығармыз. Мақсат: Мен асығыппын. Кешір. Сол кеш ұзақ үнсіздікпен бітті. Бірақ бұл жолы сабырлы, сабақты үнсіздік еді. Қайта оралу. Бір жылдан кейін Музарт қайта сахнаға шықты. Үшеуі бірге қол ұстасып шықты. Сол концерт тарихта бейбітшілік концерті деп аталды. Мейрамбек сахнада айтты: Шынайы өнер тек ән емес. Ол кешірім. Ол үндемей түсіне білу. Бірнеше ай халыққа ешқандай ресми жауап берілмеді. Журналистер сұхбат сұрайды, бірақ үшеуі де үндемейді. Кей концерттердің бірінде Сәкен сахнадан шығып кеткен. Аудитория аң-таң. Мейрамбек ән айтып тұрған еді. Бірақ көзқарасы ойлы. Сол концерттен кейін белгісіз бір дыбыс жазбасы таралды. WhatsApp желісінде. Ол өзін бәрінен жоғары ұстайды. Кім? Мейрамбек пе? Мен онсыз да ән жазам. Кім жазғаны белгісіз. Бірақ ел арасында бұл дауыс мүшелердің біріне тиесілі деген пікір тарады. Желіде шу қайта өршіді. Музарт расымен тарай ма? Ішкі қастандық бар ма? Мейрамбек кетіп орнына жас әнші келмек пе? Желіде топтың бөлініп жаттығу жасап жүргені, студияда бөлек жазылатыны туралы жалған фото-видеолар тарады. Жанкүйерлер екіге бөлінді.
Бірі Мейрамбекті қолдады, бірі басқаларын. Сол сәтте Мейрамбек Instagram парақшасына қысқа ғана жазба қалдырды. Шындық сыртта емес, үнсіздікте жатады. Жазба 2 сағаттан соң өшірілді. Сол үнсіздік халық арасында одан бетер интрига туғызды. Бұл енді жай ғана дау емес, сенім мен өнердің сынағы еді.